Қазақ неғып жек көреді дейсің ба, бауырым? Бізде қазір әлеуметтік желілерде, жаңағы Инстаграмда, Фейсбукта аналар анандай, мыналар мынандай, қазағым қайда кетіп барады ойбау деген зарға толы. Бір жақсы сөзіміз бар ғой, бауырға басқанбыз баршаның баласын, бірақ өз халқымызға келсек, бір латынның мақалы есіме түсе береді. Homo homini lupus est, яғни адам адамға қасқыр. Біздің қоғамға бейімдеп, қазаққа қасқыр деген ойлар басыма келе бастады. Ол ойлар қайдан, түсіндіріп көрейін. Қазақ қарындастарымыз туралы жаман сөз мынадан ары естисің, мынадан бері естисің. Біріншіден, енді кейбір қыздарымыз жаман болса, ол енді қоғамымыздың сондай болған шығар. Біз ер балалар, өзімізде пәктен қайда алыспыз ғой. Ұнамаса араласпа. Бірақ әлемге қазақтың қыздар пәленше болып атыр деп жар етпеш. Екіншіден, айналаң тек қана жаман қыздарды көрсең, қай жерде жүрсің? Ей, бауырым, кет о жерден. Базар жоқ. Тағы бір ой. Жаңағы, қазақша білмейтін қазақтар мәңгүрт дейміз. Алайда айнала қоғам оған дейін орысша сөйлесе, ол байғұс орысша оқыса, ол қайтып қазақша сөйлесін. Несінеке кетіп оларды жамандаймыз. Олжас Сүлейменов ағамыз әлемге болған барлық еңбектерін орыс тілінде жазды. Ол кісі қазақша мүлдем аз сөйлейді. Енді онымен санаспауымыз керек па? Әлде бізде бір патриоттық сезім тілмен ғана байланыстырамыз ба? Жастарымыз жаман дейміз, талапсыз дейміз. Әйтсе де естуім бойынша бізде болашақ деген бағдарлама бар. Сонымен оқып жүрген жастарымыз жұрттың соң қатарында жүрген жоқ қой. Керісінше алдың қатарында жүрген. Тарихта бір үлгі болатындай жағдай болған, жаңағы грек полистері дейді. Енді біздің тілмен айтсақ, қалалары Афина мен Спарта бір-біріне қас болады. Түбінде сол жаман көзқарас гректердің Полинополис соғысына әкеп соқты. Әлемге демократиясымен әйгілі Афины қалалар гректер адам санымаған македондықтар мәдениетінің астында қалды. Осының бәрі қорытындыласақ, гректердің бір-біріне деген жек көрушілігі сонда жат мәдениеттің қабылдануына себепкер болды. Не үшін осыны айтып тұрмын? Жаңағы қазақтар орысшаланып барады дейді. Бәлкім осы біздің қазақтардың түсінбеушілігі қазақ тілінің таралуына бағытталған еңбектің зая кетіп жатқанына себепкер шығар. Қоғамымыздың бөлудің қажеті жоқ жан. Ол қоғам. Қоғамда әртүрлі адамдар кездеседі. Бір-бірімізді жамандап, өзіңді ерекше қылып отырасың. Ондайдың да қажеті жоқ. Осыны айтып, өз-өзіме қайшы келе жатқан сияқты. Қайтадан аналар анандай, мыналар мынандай, қазағым қайда жоқ. Бұл жерде бір мұң көтергім келіп тұрған жоқ, керісінше. Қазақ халқымыз сүйейікші, бір-бірімізді бауыр көрейікші, қоғамымызды бөлмейікші деп айтқым келіп тұр. Мен де осы қоғамның бір кірпішімін. Қат десе айыпқа бұйырмаңыздар. Бауыржан ағамыз мына сөзді көп айтады. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді дейді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Бірлік үшін түсінушілік пен мейірімділік қажет. Бір-біріміздің қателіктерімізді халыққа жария етпей, мендігімді қойып, біз болайықшы, бауырлар, біз болайықшы. Халқым мәмбет болса, мен де мәмбет болғаным. Халқым мәңгүрт болса, мен де мәңгүрт болғаным. Қазақ қарындастарымыз жаман болса, мен де жаман болғаным. Бірақ олай менің көзімше айтуға дәтім бармасын. Солай бауырым.